Сәлем достар, біздер бүгін көкөністен рагу дайындаймыз роза гүлімен бірге. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Алдымен жылы суды, сүтті бірге құйып, оған бір ас қасық қант және ашытқымызды салып, 10 минуттай қойып қоямыз. Бізде апары пайда болу керек. Одан кейін сары майымызды, тұзымызды саламыз. Ол видеоға түспей қалған. Және ұнымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын сондай күшті қамыр елейміз. Бұл қамырдың бетін жауып, жарты сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта етімізді 4 бұрышты етіп тураймыз. Қатты үлкен емес, қатты кітті емес. Табамызға майымызды құйып, етімізді қуыруға жібереміз. Қақпағын жауып, қуырамыз. Одан кейін морковымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Тәтті болгар бұрышында дәл солай етіп турап аламыз. Одан кейін қуырылып жатқан етімізді ашып, оның үстіне приправа салып, мен вегетта приправасын салдым, сіздер қалауыңызша. Қайттан қақпағын жауып, етімізді қуырамыз. Одан кейін 4 бұрышты етіп туралған қызанағымызды, морковымызды салып, қызанақтың суы сарқылғанша қуырамыз. Сол аралықта көтеріліп тұрған қамырымызды ұнның көмегімен жайып, роза гүлдерімізді дайындаймыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Қамырымызды мықты жұқа да емес, қалың да емес қылып, орташа қылып жаямыз. Мінеке осымен біздің роза гүлдеріміз осылай дайын болады. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін етіміздің қақпағын ашып, болгар перцімізді салып, араластырамыз және үстіне брокколи саламыз біз осы аралықта. Содан кейін суымызды құйып, кішкене қайнағанша ұстаймыз, қақпағымызды жауып. Суымыз қайнай бастаған кезде тұз, бұрышын салып, дәмін қараймыз. Дәмін қарап, содан кейін роза гүлдерімізді орнатамыз. Баяу отта, суымыз қайнағаннан кейін баяу отта қақпағын жауып, жарты сағат пісіріп аламыз. Мінеке осымен біздің рагу тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер.